Қалай криптовалютаны оңай сатып алуға болады? Оған арналған сервистер көп, мысалға Binance бар, Coinbase, KuCoin деген секілді. Солардың мен бірнешеуін көрдім, солардың ішінде менің ойымша ең ыңғайлысы жаңадан бастаушыларға әсіресе бұл Coinbase. Бұл жерде жай ғана картаны тіркеу арқылы минимальный сумма деген жоқ. Мысалға Binance-та жаңағы $10 алуға тура келеді, немесе теңгемен 6,5 мың теңгеге минимальный сумма. Ал мына жерде ондай шектеу жоқ. Картадан мысалға 100 теңгеге, 200 теңгеге криптовалюта сатып алуға болады. Сілтеме осы видеоның астында осы сервиске бірінші тіркелуіміз керек. Ал енді бұл сервиске қалай тіркелем, түсініксіз ғо, білмеймін деген вопростар туындаса, онда крипто деген теманы лучше ұмыта салған дұрыс. Себебі мұндай қарапайым затты білмесеңіз, қалай әрі қарай криптовалютамен жұмыс жасамақсыз? Сервиске тіркелеміз, сілтеме видеоның астында. Одан кейін әртүрлі верификация болуы мүмкін, ол жақтары өте оңай. Бізде мына жерде міне криптовалюталардың тізімі тұр. Торговля деген жерге барамыз, бұл жерде криптовалюта бар және әртүрлі токендер бар. Мысалға мына жерде биткоин бұл токен емес, бұл криптовалюта, Ethereum да криптовалюта және Tether деген бұл токен. Одан кейін Shiba деген бар мысалға. Және бұл жерде міне бұның бағасы тұр. Мысалға мынау $45,000, мынау мысалы $129 және 82 цент. Купить деген кнопка тұрса, демек біз бұны карта арқылы сатып алуымызға болады. Сатып алған кезде бізден 2% комиссия ұстайды. Әрине бұл неудобно. Егер крупный түрде алатын болсаңыз, Binance бар, немесе сол сияқты басқа да сервистерді қолдануға болады. Бірінші біз мысалға бізге қандай да бір криптовалюта керек деп алайық. Купить дегенді басамын мен, менің картам міне тіркелген. Visa бар, MasterCard бар. Егер сізде Kaspi Gold болатын болса, немесе Қазақстанның кез келген картасымен оплата жасауға болады. Оплата жасаудың бірнеше жолы бар. Однократный покупка деген бар. Ежедневно, күн сайын автомат түрде сатып алып отырады. Каждый апта сайын, немесе әр айдың 15-15 күні, ай сайын немесе. Мен тек қана однократный. Мысалға мына жерге бағасын жазайық. 200 теңге. Немесе 100 теңге, 1000 теңге, 2000 теңге, 5000, өзіңіз білесіз. Осыны басамыз, әрі қарай бізде міне ценасы тұр, бағасы жаңағы теңгемен бізге осынша крипто береді, яғни Ethereum береді. Соның ішінде Binance-тың комиссиясы 7 теңге. Бұл 2% құрайды. Егер сіз 2000 теңгеге алатын болсаңыз, бұның ценасы бұл жерде комиссия басқаша болады. Одан кейін сататын болсаңыз да солай, мына жерде криптовалютаны таңдайсыз. Мына жерден менде қазір мынау жоқ. Мысалға менде бар Crypto.com дегенді көрейін. 200 теңгеге мысалға сататын болсам, мен осы Kaspi Gold-ма ақшаны бұл сатқаннан кейін бірден жібереді. Өздерінің 2% комиссиясы бар. Мен тағы да айта кетейін. Бұл жерде 2% комиссия бар. Егер крупный сумма болса, лучше Binance арқылы сатып алған тиімдірек. Немесе сол сияқты сервистер арқылы криптовалютаны шотты толтырып сатып аласыз, мына жерге жібересіз, мысалға Tether USD түрінде. Одан кейін соған конвертация жасауға болады. Мысалға конвертация дегеніміз не? Конвертировать дегенді басамыз. Менде мысалға биткоин болатын болса, оны Stellar'ға айырбастауыма болады. Мысалға менде қазір IOTX деген криптовалюта бар, оны Stellar'ға айырбастау үшін менде шотымда ол үшін сол болу керек. Менде қанша бар екені міне көрініп тұр. Конвертировать всеоны басамын. Және менде конвертация жасаған кезде бір криптодан басқа криптоға сатпай-ақ, онда менде міне осынша 10 XLM болады. Яғни XLM деген қысқартылған бұлардың тикері 10 Stellar болады. Конвертировать сейчас бассам болды, әрі қарай конвертация жасап береді. Сілтеме осы видеоның астында. Тіркеліп жұмыс жасап көрсеңіздер болады. Қосымша бұл жерде кез келген криптовалюта туралы қысқаша ақпарат алуға болады. Мысалға мына жерге кіріп Polkadot'ты басайық үстінен. Сол кезде бізге ақпарат шығарады. Және бұл сервистің
менің ойымша бір минусы немесе біздің интернет провайдерден болуы мүмкін. Бұл сервис почему-то өте жай жүктеледі менің ойымша, және бірақ интернет скоросі өте нормально, және мобильді приложениесі де солай. Дегенмен ол қатты кедергі емес. Кейде мына жер мысалы жүктелмей қалады, страница жүктелмей қалады деген секілді. Мына жақ арқылы жаңағыдай істеуге болады. Отправить, получить деген кнопка бар. Мысалға басқа шотқа сіз криптоны жібере аласыз. Ондай жағдайда әрине комиссия сол криптоның сетіне байланысты. Стелларда мысалға копейка тұрады, көптеген криптовалюталарда ол өте копейка тұрады. Ол жерде процент деген жоқ. Егер Ethereum болатын болса, ол жерде кейбіреулерінде мысалы комиссия жоғары. Мысалға $50 аударсаң да $5 ұстауы мүмкін, $6 аударсаң да $5 ұстауы мүмкін. Сондықтан соны ескеріңіз. Мына жерде мысалы адрес холодный кошелек болуы мүмкін сізде, немесе басқа кошелектер болса, соған аударсаңыз болады. Получить деген бар. Понятноны басамыз. И әрі қарай маған Polkadot деген криптовалютада маған адрес береді міне. Кейбір ютуберлерді қарайтын болсақ, криптовалюта арқылы маған донат жасай аласыз деп жазып қояды, астында адрес тұрады. Ол адресті міне осы жерден алады міне. Осы адрес, мен мысалға осы адреске біреу дот жіберетін болса, Polkadot, онда осы менің шотыма түседі деген сөз. Мына жерде міне курсын көрсек болады. Соңғы бір айдың ішінде Polkadot мысалға міне $16-дан $22-ға өскен, яғни 28%-ға. Соңғы бір жылдың ішінде көретін болсақ, міне осындай скачоктар болған әртүрлі. Барлық уақыт аралығын көретін болсақ, кезінде 2020-ның сентябрь айында $4 тұрған, оның ар жағында $2 тұрған. Көпшілігі сатып алып жатыр екен, 58% және 42% сатып жатыр. Популярность тұрғысынан бұл 9-шы орында тұр. Polkadot жалпы өте танымал криптовалюта. Dot дегенне мына жерде ағылшынша қосымша описание бар. Немесе орысшаға аударып оқысаңыз болады. Перевести на русскийді басамыз, қосымша қысқаша ақпарат бар. Өздерінің сайты бар, осы проектінің Polkadot деген, кез келген басқа криптовалюталарда да бар. Осыған өтіп қосымша ақпарат көрсеңіз болады. Астында сосы Polkadotпен байланысты жаңалықтар тұрады, соны оқысаңыз да болады. Мысалға осындай жерге одобрение алды, немесе осындай жерде қолданысқа ене бастады, осындай ұйымнан сертификат алды деген секілді ақпараттар тұрады. Немесе соған ұқсас. Бір инвестор осындай криптовалюта сатып алам деп айтты деген секілді, соның бәрі осы жерде тұрады. Егер бұл криптовалюта ұнап кейін планда болса, избранныйға қоссаңыз болады, сізде ол мына жерде міне тұрады, былай тұрады. Осыны жүктеймін, все активе дегеннің ішінде избранный бар. Осы жерде міне мен избранныйға қосқандарым. Бұның бәрі мен алмасам да, кейін пока что қызық проект екен, кейін көрем деп мысалға сақтап қойсаңыз болады. Мына жерде Coinbase-дің өзінде дофига актив бар, осындай міне дофига криптовалюта. Бірақ бұның бәрін сатып ала алмайсыз. Мына жерде купить деген батырмасы жоқ болса, демек бұны сатып ала алмайсыз, оны басқа жерден көрсеңіз болады. Тек қана сатылатын криптовалюталарды көру үшін мына жоғары жағын басасыз и торгуемые активы дегенді басамыз. Сол кезде тек қана сатып алуға болатын криптовалюталарды маған көрсетіп береді. Осының ішіне мен кез келгенін алуға болады. Сілтеме осы видеоның астында тіркеліп жұмыс жасап көрсеңіз болады. Әрине бұндай жағдайда фанатизм керек емес ешқандай. Егер артық ақшаңыз болса, для интереса бір азырақ салып көрсеңіз болады. Ешқашан қарыз алып, немесе бір маңызды заттарды сатып, криптовалютаға тығып бәрін керек емес. Тем более сіз бұл темадан ештеңе түсінбейтін болсаңыз. Ешқашан бұған крупный сумма салмаңыз. Өзіңізге бір ауыр тиетіндей бірінші оқып көріңіз. Бұл не үшін керек деген секілді. Мысалға менде биткоин жоқ. Мен биткоин ойымша ешқандай ценность жоқ, себебі мен өзім программист болғаннан кейін мына жерде программистерге көмектесетін сервистер бар. Мысалға Fetch AI деген жобалар бар. Соған қатысты дүниелерді мен алу мүмкін. Өзім мысалға түсінетін. Биткоинді да әрине түсінем, бірақ ол жерде мысалға Ethereumдағыдай ешқандай, немесе Solana бар, мына жерде Avalanche бар, бұндай ценность жоқ. Сізде осындай нюанстарды қарап көруіңіз керек.